Көптен бері 6 ел Теле2 мен режим модем шығара алмай жүреді. Wi-Fi тарата алмай. Настройка кіреді екенсің. Сосын сотовый связь деген астында режим модем деп тұру керек негізі. Сотовый связьға кіресің. Мысалы, интернеттің Теле2-да тұр ма? Теле2-ның ішіне кіресің. Сосын сотовая сеть передача данных дегенге. Соған кіресің. Сосын сотовый данный ең бірінші тұрған. APN деген жерге интернет деп қалғандарын толтырмайсың, имя пользователя, пароль деген. Сосын настройки LT дегенге тоже интернет деп жазасың. Оған да пароль іштен қоймайсың. MMS жазбайсың, режим модемге де интернет деп жазасың. Енді іштен баспайсың, назадты басасың да. В общем, астынан шықты режим модемде. Соткын бір перезагрузка жасап аласың да, режим модемнің ішінен қосып, ашасың да, қосасың да тарата бересің.